Мен Тараз қаласының номері 46-шы орта мектебінің 2-ші А сынып оқушысы Шынарбек Аянат. Зерттеу жобамның тақырыбы қолды неліктен жуу керек? Біздің екі қолымыз бар. Біз олармен бәрін жасаймыз. Жазамыз, сурет саламыз, мүсін жасаймыз, топырақпен ойнаймыз, жуынамыз, тамақ ішеміз. Анам өз қолымен тағы ас жасайды. Хош иісті тоқаштар пісіреді. Мұғалім бормен тақтаға жазады. Хирургтар өз қолдарымен адамдардың өмірін сақтайды. Иә, осылайша біз көптеген пайдалы нәрселер жасаймыз. Кішкентай кезімізден бастап ата-аналар да, тәрбиешілер де, мұғалімдер де бізге қолыңды жу дегенді жиі айтады. Бірақ неге? Қолыңда не қауіп бар? Неліктен қолды жуу керек? Мен осы сұрақтарға жауап тапқым келді. Сондықтан менің зерттеу жұмысымның тақырыбы пайдалы болады деп ойлаймын. Зерттеу жұмысын жүргізбес бұрын мен ғаламтордан өте қажетті ақпараттар алдым. Сонымен қатар Ализа апайымыз осы тақырыпқа байланысты кітаптар көрсетті. Биология анықтамалығында қол гигиенасы туралы мақалаларды оқығаннан кейін мен микроскоп қарайтын таң ғажайып микроәлемді қоршап тұрғанын білдім. Микробтардың ағзаға қалай енеді? Микробтардың ағзаға енуінің ең оңай әдістерінің бірі біздің лас қолдарымыз. Қолыңды жудың ба, не жумадың ба? Иә, бұл тек қана жеке мәселе ғана емес, ол қоғамдық мәселе. Қолды жуу ақпараттармен танысқаннан кейін сынып жетекші екеуміз 2-ші сыныптарда сауалнама алдық. Оның 21-і сауалнамаға қатысты. Оның 19-і қолды қалай жуу керегін біледі деп санайды. Менің ойымша олар қолды қалай жуу керегін білмейді. Мысалы, асханада, дене шынықтыру сабағынан, әжетханада олар қолдарын 1-2 секундқа салып тұрады да қашып кетеді. Мен жасаған қол жуу ережесі буклетімді оқушылар қызыға көрді. Анам екеуміз үйде шағын зерттеу жасадық. Ол үшін бізге 2 кесек нан, салафан және қысқыш керек болды. Біз 2 кесек нанды алып, 1-ші кесек нанды салафанға салып, үстіне қысқышпен салынған нан деп жазып қойдым. Ал 2-шісін қолмен ұстап салафанға салдым. Үстіне қолмен салынған нан деп жазып қойдым. Күнде бір уақыт бақылап тұрдым. 3 күннен кейін қарағанда ол нан қысқышпен ұстаған наным мүлдем көгерген жоқ, ал қолмен ұстаған наным көгеріп бастады. Біздің қолымыздағы нанды көгертетін микробтар бар екен. 2-ші тәжірибені химия пәнінің мұғалімімен Қарашаш апаймен жасадым. Ол үшін бізге микроскоп, 2 әйнек керек болды. Өзімнің саусағымен әйнекке ізімді қалдырдым. Ал 2-ші әйнекке өзімнің қолымдағы ізімді қалдырмадым. Бірінші әйнекпен микроскопқа қарасам, микробтар көп екен. Ал 2-ші әйнекті қарасам, мүлдем микробтар болмады. Сондықтан қолды жуу керек. Қорыта айтқанда, мен бұл зерттеудің нәтижесінде неге қол жеткіздім? Сыныптастарыма асханаға барғанда, әжетханадан келгенде, дене шынықтыру сабағынан келгенде үнемі қолым жуып жүру керектігін үйреттім. Мен осы ғылыми жобамды осы өлеңмен аяқтағым келіп тұр. Дос бол сабын сумен сен, жиі жуын сен, таңертеңде кеште де, жуын күндіз түсте де, жуын тамақ алдында, жуын тамақ соңында, жуын ұйықтар кезінде, жуын тұрған мезгілде, су мен сабын бір жолдас, жоймас олар кір болмас.